Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен духовкасыз, миксерсіз 15 минутта ғана дайын болатын торт жасайтын боламыз. Көреміз. Бізге 350 грамм осындай иленген ұн керек. Бұл ұнымызға біз үлкен қасықпен 5 қасық қант саламыз. 2, 3, 4, 5. Және 150 грамм осындай сливочный май керек. Және осыны қолмен жақсылап араластырып аламыз. Майларыңыз қатып қалған болса, үккіштен өткізіп, сөйтіп қоссаңыздар болады. Мен алдын ала ерітіп қойдым. Осылай сақ қылып араластырып алдық. Енді осы ұнымызды табаға қыздырып, қуырып аламыз. Осылай табамызды қыздырып, осы ұнды осы табамыздың ішіне саламыз. Және осылай қызарғанша постоянно бұлғап отырамыз. Ұнымыз осындай болғанша газымызды ұстап қуырамыз. Енді осы ұнымызды суытып қоя тұрамыз. Және бізге 3 жұмыртқа керек. Және 3 жұмыртқамызды араластырып аламыз. Және үлкен қасықпен 1 қасық кукурузный крахмал керек. Бұны да жақсылап араластырып аламыз. Және 200 граммдай қаймақ. %20% жақсылап араластырып аламыз. Және үлкен қасықпен 6 қасық қант. Енді осы кремімізді газға қойып қайнатамыз, пока қоюланғанша. Осылай бұлғап тұрып отымызға қойып пісіреміз. Бұл қою мәни сияқты консистенция болғанша осылай араластыра береміз. Осындай каша болғанша пісіреміз. Және осындай тағы да 50 граммдай сары майды қосамыз осының үстіне. Қайнап жатқаннан кейін астын сөндіріп, үстіне май қосып, осылай бір айналдырып тағы да араластырамыз да суытуға қойып қоямыз. Креміміз осындай қоюлықта болды. Енді осындай ыдысымызға мұнаға ұнымызды қуырылған осылай 4 бөлікке бөліп аламыз.
және осылай астына жан жағына пергамент қағазын салып, осы 4 бөліктің бір бөлігін астына саламыз жайып. Бір бөлігін астына салып алдық. Енді үстіне осы кремімізді жағамыз. Енді осы кремімізді жағып алдық. Енді екінші слойында осылай осылай жалғастыра береміз. Так, пирогымыз дайын болды. Осылай соңғы слойына ештеңе жақпаймыз. Осылай қатты престеп қасықпен. Және осыны холодильникке, салқын жерге 5 сағатқа немесе түнгі уақытқа қалдырсаңыздар болады. Так, пирогымыз дайын болды. Не холодильникте мен түнге қалдырдым. Таңертеңгісін ашып көрейін деп отырмын. Оператор боковойынан түсіріп жіберіңіз. Кімнен кию екен? Ал енді бисмиллах деп тортымызды кесейік. Так, ортасы міне осындай болған. Ішіне түсіріп қойыңыз. Енді дәмін көрейік. Ал енді бисмиллах деп дәмін көрейік. Дәмі керемет. Жамай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Вообще супер. Тез арада дайындалады. Прям күшті. Дәметелі үйретін тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.